Салауатты Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылы құрылған. Бүгінгі күні міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында халыққа тегін медициналық көмек көрсетеді. Айта кетейік, орталық кепілдендірілген тегін медициналық көмек бойынша елордадағы ең ірі амбулаториялық емхана. Салауатты Астана амбулаториялық емханалық көмек көрсететін 5 орталықтан және 3 клиникалық диагностикалық бөлімшеден тұрады. Қазіргі кезде орталыққа 78 мыңнан астам адам тіркелсе, оларға қызмет көрсететін 450-ден астам медициналық қызметкер бар. Биыл мамырда 500 адамға арналған жаңа амбулаториялық емханалық кешен пайдалануға берілді. Мұнда тіркелген халыққа 23 әр салалы алғашқы медициналық санитарлық және консультациялық диагностикалық көмек көрсетіледі. Сондай-ақ ересектер мен балаларға 16 қызметтері жүргізіледі. 150 орындық күндізгі стационарда ашылды. Емхана алғашқы және консультативтік диагностикалық көмек көрсету үшін заманауи медициналық жабдықтармен жарақталған. Рентгенография, маммография, флюорография, лор-комбайн, ультрадыбыстық зерттеу аппараттары бар. Аталмыш құрылғылар сырқатты ерте сатыда анықтауға және сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Мемлекет саясатының арқасында жекеменшік медициналық ұйымдар үшін мемлекеттік емханалармен бірге тең жағдай жасауға мүмкіндік жасалған.